Дәл қазір профи бокстың ең үздік майталмандары кім? Соған бір сәт назар аударайық. Ассалаумағалейкум соққы арнасының көрермендері, жекпе-жек десе ішкен асын жерге қоятын сүйікті көрермен, сіздермен бірге Өстемір Әзіретханұлы. Бүгін сіздерге топ 3 профи боксшымыз жайлы айтамыз, және бұл боксшылар әрине өте мықты боксшылар, оған дейін де, одан кейін де мықты боксшылар бола береді. Дегенмен дәл қазір өзінің белсенділігімен, өзінің промоутерлерімен, жалпы қазіргі кәсіби мансабын жүргізуіне қарап, промоутерлердің және басқа да факторлардың барлығын ескере келе, мен топ 3-ті шығардым, және сол топ 3-пен ары қарай қаншалықты деңгейге бара аламыз, соны саралап көретін боламыз. Құрметті көрермендер, сіздер де өз нұсқаларыңызды, өз топ 3 боксшыларыңызды жазыңыздар комментарийге. Соның ішінен кім көп лайк жинайтын болса, комментарийлерін мен келесі бағдарламаларда арнаға осылай шығаратын боламын. Бастайық. 3-ші орын. Бұл жерде көп ойландық. Жанқош Тұравты қоюға болады, Сұлтан Зәурбекті қоюға болады, және Данияр Өлесімді қоюға болады. Бірақ олардың ішінен дәл қазір өзінің тек қана бокс шеберлігіне ғана қарап емес, өзінің мансабындағы басымдығына көбірек мән бердік. Яғни оның промоутері, бапкері солар күшейе бастағандықтан, дұрыс шешімдер, дұрыс контракттар орындала бастағандықтан біз Батыр Жүкембаевты 3-ші орынға қоямыз. Өздеріңіз білесіздер, Батыр Жүкембаев бір рет жеңілген 2021 жылы, және ол нокаутпен жеңілді. Субрель Матеске, және Субрель Матес кейін IBF бойынша әлем чемпионы атанды. Кейін енді ол да белбеуінен айырылып қалды, бірақ әлем чемпионы болғаны рас. Енді сол жігіттен жеңіліп, бірақ ары қарай сағысынып қалмай, қайтадан рингке көтеріліп, жеңіс жолын қайтадан бастады. 5 рет жекпе-жек өткізіп, 5-еуінде де жеңіліп көрді. Және жай ғана жеңіп емес, әрбір жекпе-жектері қайтадан мықтылық деңгейіне, топ деңгейге қайтадан көтеріліп келе жатыр. Батыр Жүкембаев дәл қазір Боксрек сайтының мәліметінше 48-ші орында өз салмағында, бірінші жартылай орта салмақ, яғни 63 килограммда, және де The Ring нұсқасы бойынша 8-ші орында, IBF бойынша 8-ші орында, және де WBA бойынша 8-ші орында, WBC бойынша да 8-ші орында. Яғни барлық белбеулер бойынша топ 15-ке кіреді. Яғни мықты жауынгер екендігіне белбеудің рейтингтері сенім артқан. Жалпы бұл жігіттің стилі агрессивный панчер, алдыға қарай тоқтаусыз жұдырықтасады, және ешқашан артқа шегінгісі келмейді, қысымды ұлғайта береді, және соққылары мығым. 23 кездесу жеңген, соның 17-сін нокаутпен жеңген, бұның өзі оның панчер екендігінің көрсеткіші. Жалпы әуесқой бокста 225 кездесу өткізіп, 200-інде жеңген, бірақ енді мардымды үлкен жеңістерге жете алмаған, үлкен чемпионаттар жеңе алмаған дегенімен, бұл рекордтың өзі оған үлкен тәжірибе болғаны сөзсіз. Алдағы 3-5 жылдықта мен Батыр Жүкембаевтан үлкен бір мықты жекпе-жектер күтемін. Кем дегенде бір белбеуде чемпион болатындығына мен сенемін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарий жазыңыздар. Боксректің бағалауы бойынша жалпы боксшыларды 5 жұлдызбен бағалайды, білесіздер. Соның ішінде, ол 5 жұлдыздың ішінде танымалдылығы, қарсыластарының мықтылығы, жекпе-жектің ауқымдылығы барлығы да осы рейтингке енеді, және сол рейтингте Батыр Жүкембаев 4 жұлдызбен бағаланып отыр. Ал енді одан кейін бізде қазақстандықтардың арасында 4,5 емес, нақты 5 жұлдызбен бағаланатын 2 боксшы бар. Ол да біздің рейтингімізде әрине 2-ші, 1-ші орындарға жайғасты. 2-ші орын кімде ойлайсыздар? Дұрыс, Мейірім Нұрсұлтанов. 20-0 деген рекорды бар, және 11 нокаутпен жеңген, 160 фунтта, яғни 72 килограмм салмақта жұдырықтасады. Мейірім Нұрсұлтанов өте мықты жігіттеріміздің бірі. Жалпы 160 фунт бұл біздің қазақтың салмағы негізі. Себебі олимпиадада да, әлем чемпионаттарында да, әуесқой бокста да, кәсіпқой бокста да ең көп жүлде алатын салмақтарымыздың бірі әрине осы орта салмақ. Оның ішінде 69, 71, 70, 75 деген сынды салмақтардың арасында біз үнемі көш бастаймыз. Және осының ішінде 72 килограммда, 160 фунтта біздің жігіттер де жарап тұр. Оның ішінде Мейірім Нұрсұлтанов бар. Алдағы уақытта үміт көп күтеміз бұл жігіттен, себебі кезінде WBC бойынша міндетті үміткер атанды, қазірде міндетті үміткер. Бұл жігіттің міндетті үміткер болуына Маурисио
Люси Сүлейманның өзі таң қалып Мейірім Нұрсұлтановты көтергісі келетіндігін айтқан болатын, яғни сен чемпион бола аласың деген сынды пікірлерін білдірген. Яғни Мейірім Нұрсұлтановқа деген сенімнің мол екендігін осы жерден көруге болады. Ал бұл жерде енді мен кішігірім жетіспей жатқан тұс деп мен өз басым есептейтін, ол промоушн ғана болып тұрған шығар. Енді бірлескен түрде басқа да мықты промоушндармен бірлесе отырып, адал промоушн ары қарай жақсы жекпе-жектер ұйымдастыруға болатын шығар. Яғни чемпиондық белбеулерді ұйымдастыруға болатын шығар. Карлос Адамес дәл қазір WBC бойынша әлем чемпионы, енді сонымен Мейірім Нұрсұлтановтың шығуы ықтималдылығы бар екендігін ескереміз. Бірінші орында кім деп ойлайсыздар? Бұл әрине ешқандай сөзге таласқа келмейді деп ойлаймын. Бұл біздің екі белбеуі бар. IBF және WBO бойынша әлем чемпионымыз. 160 фунтта жұдырықтасатын Қазақ стайл лақап атымен танымал, және дәл қазір Америкада жұдырықтасатын, тек қана Америкада жұдырықтасуға тырысатын, Америкада танымал болуға бар күш-жігерін салып жатқан топ-рэнк боксшысы бұл Жәнібек Әлімханұлы. Жәнібек Әлімханұлы, өздеріңіз білесіздер, 16-да жекпе-жек өткізді, барлығын жеңді және 11 жекпе-жегін нокаутпен аяқтаған болатын. Қарсыластары әлсіз, мықты чемпион емес, неше түрлі сын әңгімелер айтылып жатыр. Бірақ Жәнібек Әлімханұлы, білесіздер, әуесқой бокста да өзін дәлелдеп тастаған. Азияда ойындарының чемпионы, Азия ойындарының чемпионы, әлем чемпионы, Олимпиада ойындарының қатысушысы. 20 жасында әлем чемпионы болған. Енді осындай бір нұсқаулықтардың барлығымен 9 рет Қазақстан чемпионы болған. Осы бір нұсқаулықтардың барлығынан кейін, осы бір жетістіктерінен кейін, бұл кәсіпқой бокста да мықты жетістікке жете алатындығына беймарал сенуге болады негізі. Бірақ біз әлі де Жәнібекке сенгіміз келмейді, қарсыластар мықты емес, тек қана әлсіздермен шығады, басқа деген сынды сын пікірлеріміз көп. Бұның жалғыз мәселесі Жәнібектің өзі кінәлі. Жәнібек өте көп сөйлейді және көп сөйлегенмен дөп сөйлейді, артығымен сөйлейді, жанкүйерлерге артығымен үміт сыйлайды, және сондықтан жанкүйерлер оны тым қатты ұлықтап жіберіп, ал бірақ өткізіп жатқан кездесулері сол деңгейге сәйкес болмай қалғаннан кейін екі түрлі пікірлер бір-бірімен айқасқа ұшырап жатыр. Ал бірақ дәл Жәнібек секілді қысқа мерзімде чемпиондыққа жеткен боксшыларымыз өте аз. Дәл Жәнібек секілді қысқа мерзімнің ішінде басында өздеріңіз білесіздер, Америкаға барған кезде бір айда 2 жекпе-жек өткізген кездері болды. Және басында өз кәсіби мансабын Америкаға барып бастаған кездерінде 3-ші кездесуден бастап 2018 жылы Америкаға аттанды. Сол сәттен бастап Жәнібекте толассыз кездесулер болды. Және әрбір қарсыласы өте мықты қарсыластар болды. Яғни бізге жаңағы нокаут құлай салатын африкалық боксшылар керек емес, мешоктар. Бізге мықты боксшылар керек деп сол кезде айтқан болатын. Яғни сол сәттерге оралатын болсақ, Жәнібек ол сөзсіз мықты. Ал бірақ қазір оның мықты қарсыласы жоқ, сондықтан ол әлсіз болып қалды. Бұл енді бір қисынға келмейді. Жанкүйеріміз ба, соңына дейін жанкүйер болайық. Оның әрбір шешімін құрметтейік. Енді ол өзі кінәлі емес қой Жәнібек. Ондай мықты қарсыластармен шықпағанына. Канелоны да шақырып жатыр. Мен Бенавидестен ойлаған, Бенавидестен қорқатын шығар деп ше Жәнібектің негізі. Себебі шынымен де Бенавидес мықты, білесіздер. Бенавидеспен де шығам деді, Кроуфордпен де шығам деді, Чарлонмен де шығам деді. Тағы кім бар? Лара, Адамес, олар тіпті айтудың қажеті жоқ. Яғни барлығымен де шығуға Жәнібек қорықпайды. Және тарих жасау үшін ол барлық жекпе-жектерді өткізуге дайын. Канеломен де жекпе-жек өткізгісі келеді, басқамен де. Енді бұл өткізгісі келуінің өзі алдағы уақытта кем дегенде бір 3 жылдың ішінде бір мықты екі қарсылас болатынына мен өзім кәміл сенімдімін. Себебі топ-рэнкте бұлай жүре бермейді, Жәнібекте бұлай жүре бермейді. Мейлі промоутер ауыстырар, мейлі топ-рэнк қатты мықты жекпе-жек ұйымдастыруға күшін салар. Әйтеуір бір күні осы бір дүние келетіндігіне мен кәміл сенімдімін. Себебі екі белбеу ол оңай емес. Орта салмақтың патшасы болып тұрған ол шынымен де сөзсіз. Басқа жігіттер бар, бірақ басқа жігіттердің арасында ең мықтысы ол Жәнібек екендігін бәріміз мойындауымыз қажет деп ойлаймын. Жалпы қазақ соққысы әлемді бағындыра берсін. Алға Қазақстан!